белгілі бір кездерде қарызға батқан, кредитке батқан, қиыншылықта жүрген, стрессте жүрген адам ретінде адамдарға кеңес болсыншы деп мен контент түсірген болатынмын. иә үнемі айтамын, өзімнің қателіктерімді мойындап айтамын да, менде осындай жағдай болған, мен осындай қиыншылықтан шыққан адаммын деп. Оны менің оқырмандарым көріп маған сұрақ қояды: сонда не демекші едіңіз, қалай шықсақ болады дейді. Міне осы жерден түсінуге болады да, адам негізінде үнемі оңай жағын көздейміз. Оңай жағын, как будто мен осы видеоның ішінен шығып кетемін да, сосын барлықтарыңызға былай жаса, пәленше сен былай жаса, сен былай істесең ақша табасың, былай істесең ақша табасың деп біреу қолымнан жетектеп жүріп бәрін үйретіп көрсетіп береді деп ойлайды, беру керек деп ойлайды. Ол ондай емес негізінде. Ол мысалға өкінішке орай телефонның бер жағында отырған мен сіздің кім екеніңізді танымаймын. Сіздің қолыңыздан не келетінін, нені мықты жасай алатыныңызды, ақшаны қай жерден таба алатыныңызды мен білмеймін. Айта алсам мен барлығын айтушы едім да. Мысалға мен танымағаннан кейін оны тек қана өзіңіз жауап бере аласыз. Өзіңізге анализ жасау арқылы осыған арнайы бір контент түсірейінші дедім да. Сіз өзіңізге сұрақ қойыңыз: менің қолымнан не келеді, мен немен айналыса аламын, бұрында не істеген едім, немесе өзіңіз қолыңыздан келетін 10-20 жұмыстың спискісін, тізімін жазыңыз. Осындай жұмыстар жасағам, шаштараз болғам, тамақ істегем, тағы да қандай киім тіге алам деген сияқты барлық қолыңыздан келетін жұмыстың бәрін жазыңыз да, содан кейін оны азайтыңыз да. Келіп азайтып 5-еуден алыңыз. Жарайды, 20 жасаңыз соны 10-ын алыңыз, 10-ның 5-еуін алыңыз, 5-еуінің 3-еуін алыңыз. Ең соңында сіздің жаныңызға жақын, шынымен қолыңыздан келетін, сіз істей алатын, сізге өте жақсы табысқа келетін жолды көре аласыз да. Негізінде кішкене өздеріңізге салмақ салып, кішкене миды оятып, миды жұмыс етіп, мысалға ми барлығын сізге айтып береді. Негізі жол көрсетуші сіздің миыңызда, басыңыздағы миыңыз, ақылыңыз сізге өте жақсы жол көрсетіп береді. Негізінде оны тыңдасаңыз да, көбінесе адам өзімен байланысын жоғалтып алады. Өзінің не қалайтынын, қолынан не келетінін, қалай өмір сүргісі келетінін білгісі келмейді емес, біле алмайды, соны көре алмайтын адамдар бар да. Өйткені өзіңмен байланысың жоқ. Сол үшін сіздің өміріңізде қандай бір сәттілік болса да, сәтсіздік болса да, оны айтып береді тек қана өзің да. Бұл өмірде ең мықты наставнигің өзің екеніне сеніп алсаңыз болды. Мен осыған қатты сеніп алғам да. Менің ұстазым да барлығы өзім деп та, өзіме не керек екенін өзім ғана білемін деп. Осылай сеніп алсаңыздар болады барлықтарыңызда. Сіздің ең мықты осы өмірде наставнигіңіз өзіңіз, сізге не керек екенін айтатын да өзіңіз, сізді қиыншылықтан кіргізген өзіңіз. Қиыншылыққа сізді біреу барып кіргізген жоқ, өзіңіз барып кірдіңіз өз қалауыңызбен. Алып шығатын да өзіңіз да. Дәл сол қиыншылыққа, қарызға кіргізгендей сізді өзіңіз алып шыға алады. Тек қана оған сұрақ қойып, анализ жасау арқылы. Осылай жасаңыздар, сау болыңыздар.